Қайырлы күн баршаңызға. Құрметті оқырманым, кешеден бері жаудырып жатқан ақ тілектеріңізге алғысым шексіз, бәрін шетінен оқып жатырмыз. Тілектеріңіз, дұғаларыңыз осы қасиетті Рамазан айында қабыл болсын, өздеріңізге де еселеніп бұйырсын деп мен де тілеймін. Ал бүгін бізде кезекті қонақтар легі, кім келетінін оны кешке қарай білесіздер. Айтпақшы, кешегі YouTube арнаға салған видеоны көріңіздер, міндетті түрде пікірлеріңізді сол жерге қалдыра кетіңіздер. Өте қызық пікірлер жазып жатырсыздар. Енді бәрін оқып жатырмын. Тағы да қалдыра кетіңіздер. Енді бір жыл бойы сармайдай сақтаған видео болды бұл. Меніңше осы уақытқа дейін алып қашпа әңгімелердің барлығына қойылған нүкте деп ойлаймын. Енді ары қарай біз творчествомен айналысамыз. Барлығы Аллаға шүкір осы айда жақсы тілектер, жақсы сөздер жазылып жатыр. Менің енді айтпағым, қазір қонақтарға дайындық басталды. Кеше бір видеоны саламын деп ұйықтап қалдым, кешіріңіздер. Өйткені қонаққа дайындалып жатырмын. Ал ас мәзірінде қандай тағамдар болатын, оны қазір бәрін көрсетемін. Бізде әдетте ас бөлмеде шеф. Ол кім десеңіздер, Ескендір. Енді Ескендір мырза қандай тағамдар жасап жатқанын көрсетемін. Қарап отырыңыздар. Айтпақшы, парақшасында қалдырып кетемін. Ескендірдің көріңіздер, сұрақтарыңыз болып жатса, жазылып қойып жолдаңыздар. Сәттілік деп қойыңыздар. Дастархан дайындалып жатыр. Айтпақшы, не байқадыңыздар? Не өзгерді? Не өзгерді? Теледидар келді, наконец-то. Қазір маған дастарханнан гүлім келді. Балғын гүлдер, ашайық, е? Бізде мына жерде сорпа болады, жеңіл көкөніс түрген сорпа. Бұл жерде фасоль, кениялық, және де батат, потом японский чимиджи деген грибі жүреді. Бұл жерде біз үшін ең басты нәрсе ол адам оразада күнделікті аш жүргеннен кейін оның асқазанында бірден жаңағы жоғалған элементтердің бәрін қайтару керек. Сол үшін біз бұған жаңғақтардың қосындысынан сорпа дайындаймыз. Сол сорпаның основасына жатады. Мен негізі греческий салатты ұнатамын, өте жақсы көремін. Өйткені жеңіл. Қараңыздар, Ескендірдің жасаған греческий салаты ерекше. Дәмін білмеймін, түрі өзі ерекше өтті. Кешке ауызданнан кейін барлығын айтамыз. Жалпы бүгінгі меню, бүгінгі ас мәзірі де Ескендірдің дайындағаны. Қажырек. Қайырлы күн достар, саламатсыздар. Біз мына жерде табиғат ашар дайындап отырмыз. Кептірілген құрманың үстіне жылқының етінен паштет және де қарауылдық болады. Оның бетіне және де безендіріміз болады. Известный шеф-повар Поль Бакюс однажды сказал: «Жизнь – это маленькая кухня, на которой мы готовим блюда под названием «счастье». А этой кухне мы сами себе шеф-повара. И только нам решать, какие ингредиенты мы будем добавлять в наши блюда». Біз табиғат ашарда отырған негізі келген бетінен еш жерін білмей отырып, осыны жей ары қарай уже тіліндегі рецепторлар ойнайды. Үй құтты болсын, Қайреке. Шаңырақ құтты болсын, жарқыраған біздің радиомыздың бауы берік болсын. Жолдан біз тек телефонмен.
يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله أمي وأبي